buluşarsın şu sorularsan Senle arayın Bağımda kalayım Şöyle buluşalım Senle балдары өздерінің анасын қонақтардың төрт көзі түгел отырғанда көрсетіп алайықшы деген бір керемет ниеті бар. Орынбек, анаңыздың бір жағына шығыңыз, екеуі екі жағына тұрып ортаға қарай шығыңыздаршы. Мінекей, құрметті ағайын, бүгінгі Айгерім анамыз, Дулат әкеміз өмірден өтіп кетсе де 30 жыл ғұмырын сарқ етіп, бүгінгі мінекей екі баланы өсіріп өндіріп басқа біреуге күйеуге шығып кетпей, осы балдар қорлық көрмесін деп өзінің өмірін қиды. Міне екі бала өсті, өнді, келіндердің құлағына алтын сырға. Сіздерге осындай кереметтей сайлы жігітті өсіріп өндіріп берген аналарыңызды ешқашан ренжітуге тиіс емессіздер. Ең бірінші осы енелерін сыйласаңдар, сендер бақытты боласыңдар. Мынау енді 9 ай 10 күн көтерген, еңбегімен етілген, түнде шошып оянған, мұздай бесікте аянған, жыласа көңілін көтерген, еңбегімен етілген бүгінгі мінекей анамыздың қуанышы құтты болсын деп бір қошемет көрсетіп қояйықшы. Ал ендеше мен қазір екеуіңіз екі қолынан ұстап аналарыңыздың жоғары көтеріп, музыкамен бір айналып келіп, келгеннен кейін бір-бірден аналарыңызды кәдімгідей бауырларыңызға қысып біртіндеп құшақтыңыздар. Кетті болай болса. Қошемет қайда? Орныңызға қойшы. Аллашым, аман жүрші, көздердің бағымызға. Сүрейін көңілді біз өмірді, шүкірі барымызға. Аллашым, аман жүрші, көздердің бағымызға. Жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші, шадырып жанымызға. Мейірім бөлген әр баласына, жан жетпес бағасына. Шын жақсы көреді жүрегімде, қарамай шамасына. Құрметім ерекше бас иетін, ардақты алашыма. Менің жанайым бас иген қақшы, бас иген анасына. Алашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Сүрейін көңілді біз өмірді, шүкірді барымызға. Алашым, аман жүрші, біздердің. Бүгінгі мінекей анамызға қошемет. Енді былай істейміз. Келінді, жаңа келінді ортаға шақырайықшы. Апа, сіз бері қарай келіңізші, төмен қарай түсіп кеттіңіз. Енді сіз қарама қарсы енеңізге тұрыңыз. Енеңізге қарама қарсы тұрыңыз. Осы жерде ант береміз. Мен не айтам? Сөйтеміз ба? Кешіріңізші.
Mene nağыз қазақтың апасы. Мен не айтам, соны қайталайсыз, ант береміз ғой. Бүгінден бастап сізге шай құюға. Он шақты ұлдардың, 10 шақты қыздардың анасы болуға. Ант беремін. Банкоматтың карточкасын сіздің қалтаңызға салып қоюға. Неге күліп айттыңыз? Неге күліп айттыңыз? Өтірік айтып тұрсыз ба, шын ба? Банкомат беремін, картоптен алып. Сізді ешқашан ренжітпеуге. Ант беремін. Күйеуінің айтқанын тыңдауға. Ант беремін. Қонаққа кетіп бара жатқан кезде балалар жылап үйге қонақ кетіп қалса бармай қалуға. Ант беремін. Қошемет! Мынандай сүйіншікті қайдан тауып алғансың сен? Ей, еркек! Орныңызға жайғасайық, рахмет сіздерге. Әйгерім анамыз орнынан тұрып, соңғысын көтеріп былай жүрген ғой. Мына көп адам қос сөйлегеннен кейін подарка беріп, анау көбейді ма, отыратын шығар қазір. Апа, шаршамаңыз, тойдан шаршаңыз шаршасаңыздар. Қайда? Пышақ, тарелка дегендер қайда? О, ананы ұстаңыз. Өзің ішпегенсің ба? Пышақ соғанып жабар екен. Аха. Мынаны тіліп, екеуіңіз бір қолмен ұстап, тілей ма, осы бір білмеймін, біздің кезімізде олай болған жоқ. Екеуіңіз ұстап, анамызға ауыз етейік, шеттен кішкентай ала қойыңыз. Мына гүлназ деген бар ғой, сізді дұрыстап бағатын ел болады. Тұра. Торт тілгені бөлек екен. Мына іші тарылар болмаса, қалғандарыңыз қол соғып отырыңыздар. Ал енді бір-бірден анамызға келін ауыз етсе болады. Келініне беріңіз ауыз етсін. Ең бірінші тәтті тағамы осы торт, соны ауыз етсе. Қошемет көрсетіп екеуіңіз бір-біріңізге ауыз етіңіздер. Қалған тортты қайда? Алып кетіңіздерші. Қазір шайда кесіп жейтін боласыздар. Енді келін қайтсын, Орынбек қарын ашқан шығар деп майлы жерінен беріп жатыр торттың. Сондай бір-біріңізге осындай тәтті торттан беріп өмір сүре беріңіздер. Апа, қалған шайды ішеміз. Алып кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Пакетте жатыр. Сол бүгін біздің Орынбекте Гүлназияға бұйырып тұр. Нар ешкім ұстаған жоқ, рұқсат жоқ. Өздеріңіздің жандарыңызда, әрдайым үйлеріңізде, осылай тұстарыңызда жүре берсін. Мен өзім осылай қызық интервью, небольшой, но қызық айтып сыйлық деп ойлаймын, махаббаттарыңыз мәңгі болсын, мына бір жүрек, үстіне жүрек осылай тек жалғасын таба берсін. Екеуіңіз бақытты болыңыздар, мына бұлты қолдарыңызға алып жүректеріңіз тағылыңыздар. Осы бақытты болсын, ешқашанда жаңағы қолдарыңыздан түспесін, тек қана бақытты болыңыздар. Алты ойдан әлі ойға жетіңіздер. Амин. Ал бұны өтсіп алыңыздар, жақсы. Содан кейін достардың құрметте жақсылап ортада екі би. Thank you.